Көкшетаудағы өзі тұрған Әуелбеков көшесіндегі 138-ші үйдің қабырғасына мемориалдық тақта орнатылды. 17 жастағы жас буын өз қатарластарымен бірге тылдағы ауыр еңбектің бар салмағын көтеріп, ел игілігі үшін қызмет етті. Ол фабрика, зауыт оқыту мектебінде алған кәсіби білімінің негізінде электрик мамандығын меңгеріп, өндірістің маңызды буынында қызмет атқарды. Еңбекке деген адалдығы мен кәсіби шеберлігінің арқасында нөмірі 12-ші бу цехының аға шебері, одан соң жылу беру және электрмен жабдықтау цехының смена шебері қызметіне көтерілді. Өндірістегі белсенді еңбегі оны партия қатарына жетелеп, нөмірі 12-ші цехтың бастауыш партия ұйымының хатшысы болып сайлануына негіз болды. Ақсақалдың еңбек жолына келетін болсақ, ол кісі сонау 1943 жылы 17 жасында Көкшетау механикалық заводының босағасын аттап, алғашқы еңбек қадам бастады. Осы жерде 47 жылдай жұмыс істеді. Электрик болды, смена мастері болды. Бәленбай жыл партия ұйымының хатшысы болып істеп, осы Көкшетау қаласының, Көкшетау облысының өркендеуіне елеулі үлес қосқан адам. 1974 жылы Көкшетау қаласының 150 жылдығына байланысты қаланың құрметті азаматы тағайындалды. Сол атақты алғашқы болып біздің Мағзи атамыз алды міне. Құдайға шүкір, ол кісінің жолдасы Фарида апамыз да осы заводта 45 жылда жұмыс істеді. Өзімен бірге екі ұлы, екі қызы, келіні, күйеу балаларының барлығы жұмыс істеп, 320 жылдық еңбек өтілін құрады. Міне сөйткен ардақты ағамыздың қасиетті есімін бүгін еске алып, аруағын тербетіп, есімін асқақтатып отырмыз. Жұбайы Фарида ханым да ұзақ жыл сол зауытта бірге еңбек еткен. Еңбек жолымен тағдырын өндіріс орнымен байланыстырған ерлі зайыптылар үлгілі отбасының негізін қалады. Олар 7 перзентті, 2 қыз, 5 ұлды тәрбиелеп өсірді. Бүгінде бұл әулет кеңейіп, ата жолын 19 немеремен 22 шөбере жалғастырып отыр. Бүгінгі ұрпақ аталарын сағынышпен, зор құрметпен еске алады. Келіні Сайран Әділхан қызының айтуынша, аталары сөзі нық, ойы терең, өмірлік ұстанымы әділдік пен шындыққа негізделген парасатты адам болған. Атамыздың жанында жүріп көп нәрсені үйрендік, өмірлік сабақ алдық дейді ол. Жақсы жұмыс істеді, беделді. Бірнеше медальдармен, ордендармен марапатталынды. 7 баласы болды, 2 қыз, 5 ұл. Соның енді 3 ұлы бар. Жанұясын өте сүйетін, жақсы, қадірлі болды. Өзім міне келін болып сол үйге түстім 19 жасымнан. Сол біз енді 2 жылда бірге тұрдық. Бірінші немересі Айдар сол үйде туды. Мереке енді өзімізбен жүр осында. Сол енді қалай айтуға болады, өзімізді бөлек шығарды, үй алып берді бізге. Соны үй алғанша біз осы кісілермен тұрдық. Сонда мінеки 5 жылдың енді біріншісі ғой. Бәрі жақсы болды. Енді где-то қатал мінезді болды енді. Сол үшін де сол мінезімен де осы дәрежеге жетті деп ойлаймын. Сол бәрі жақсы болды енді. Анамыз болды, анамыз да жарқын, өзімізбен бірге ойнап күліп солай жүретінді. Осылайша еңбек пен ерліктің, адалдық пен табандылықтың үлгісін көрсеткен арды азаматтың жарқын бейнесі ел жадында жаңғыра түсті. Салтанатты шара ғылыми тәжірибелік конференциямен жалғасты. Динара Нұрмұханова, Павел Соловьев, Көкше ақпарат.